жолдасыңызға келсінші деймін. Себебі ол кісілер барлығын тыңдау керек. Қалай процесс өтеді. Бізде ер адамдар бірінші приемға келеді да, кейбір келесі приемдарға, мысалы, қолдар тимейді, жұмыс бабымен сияқты. Сондай мәселелерді ер адам бәрін тыңдау керек, түсіну керек. Жастар ғой, 6 ай болмай жатыр, бізге тезірек эко жасап беріңіз деген приемда болған. Мен айтам, сіз атасымен кіргенде болды. Және қайнапасымен кіргенде болды. Мен енді оны түсінбеймін. Барынша салынасың. Осы жүктілік болса екен деп, біріншісінен болса екен деп барынша салынасың. Бірақ ер адам ұрығын тапсырды, анализ тапсырды болды. Ол кісіге аса үлкен жүк түспейді. Барлық жүкті, мысалы, келіншегінде көреді. Себебі ол кісіден айтамыз, түсіндіреміз, ешқандай да бұл ұяттығы жоқ. Сәлем достар, бұл Ер денсаулығы жобасы және оның авторы Шырақ Байназар. Бүгін бізде қонақта Әйгерім ханым, репродуктолог. Біздің орталыққа дейінде бұл кісілер зерттеліп, өзінің жергілікті дәрігер-гинекологтарына барады, акушер-гинекологтарда емделеді. Және де бұлар ерлі-зайыптылар тәуіптерге де барады, енді өтірік емес, кейде барлық баспаған тауымыз жоқ, бәріне бардық. Ең соңы осы тәуекел етіп осы орталыққа келдік деп отырады. Бір жылдың ішінде егер жүктілік болмаған жағдайда, ол кезде бедеулік деген диагноз қойылады. Және де ол жерде бірінші жаңағы ер адам денсаулығын қараймыз, әйел адам денсаулығын қараймыз. Ер адамға тек қана біз спермограмма дейміз. Ол тез әрі жылдам анықталатын, яғни анализ, оған ешқандай да ер адам ұрығын тапсырады, одан кейін біз көреміз. Егер ол кісіде табиғи жолмен мүмкіндіктер болатын болса, біз әйелін қараймыз. Әйелін қараған кезде біз алғаш гормондық бұзылыстар ма, егер гормондық бұзылыстар барлығы бір шешілетін жағдайлар болса, біз әрине мына табиғи жолына барынша күш саламыз. Себебі ол экода, ол былай ауызбен айтқанмен оңай шығар, эко істей салам, бара саламыз, ол өте оңай шаруа емес. Себебі ол жерде үлкен гормоналдық стимуляциялар болады, бұлар және де арнайы дайындықтар керек болады, бір ай, 2 ай шамасында уақыт кетеді. Менде приемда болды, пациенттер асығып, енді үйдің бір ата-енесі шығар, тезірек бізге немере керек деген шығар, мысалы деймін да. Сол кезде бізге айтқан, 6 ай болмай жатыр, жастар ғой, 6 ай болмай жатыр, бізге тезірек эко жасап беріңіз деген приемда болған. Мен айтам, сіз тағы 6 ай уақытыңыз бар. Әрине гормондарды қарайық, егер тағы жүктілік жоспарлайық, мен сізге витаминдер жазып берейін, қосымша арғай жоспар жассыздар, жап-жаңа үйлендіңіздер, енді жаңағы үйге үйренісіп жатыр келіншегіңіз деп, мысалы. Сол кезде 6 айдың шамасында жүктілік жоспарлайық деп, мысалы да, УЗИ-дан қарап берейін. Егер ешқандай да бізге қарсы көрсеткіш жоқ, бәрі тамаша болса, неге өзіңізге ары қарай тырыспасқа деген сияқты. Сондай бір, оған көп болса, бір 2-3 анализ тапсырады, ары қарай біздің көмегіміз де қажет емес, ол кісілер мысалы келесі 1-2 айдан көтеруі мүмкін. Табиғи жолмен. Қаншалықты орынды сырттан келген мысалы талаптардың мысалы, мысалы ата-ене, мысалы басқа да туған жаран, сен мысалы нағып балалы болмай жатырсың, нағып бола алмай жатырсың деп бір әуреге салу. Енді ол әр отбасыға байланысты. Жаңа түскен келінде ол жаңа ортаға, жаңа шаңыраққа ең бірінші моралдық, психологиялық тұрғыда ол кісі енді жаңағы үйренісіп, адаптацияланып, андай жатсынбай сол үйде мысалы да. Сондықтан да ол әрине мен ойлаймын, мен өзім жеке пікірім, кейде болады, енесімен приемға кіреді, енді өте сирек, әрине атасымен кіргенде болды. Және қайнапасымен кіргенде болды. Мен енді оны түсінбеймін, маған ол кішкене. Негізі ол былай айтқанда жүктілік мәселесі ерлі-зайыптылардың арасында ғана ол мәселе шешілу керек. Кейбір сұрақтар бар, орынсыз, мысалы олардың көзінше айтылмау керек сияқты. Мысалы, сондықтан мен бірінші приемға келген кезде не сұрап алам, уже келе жатады, 3 адам, 4 адам болып келеді, немесе қасында тағы да кішкентай бала болып, сөйтіп ауылдан келе жатады, немесе басқа да мәселе, сол кезде айтып аламын. Мен бірінші ерлі-зайыпты сөйлесіп алайын. Егер қосымша сіз тыңдағыңыз келсе, медицина саладағы біз мына кісілер бір ұқпай қалады,
мен тыңдауым керек, үйдегілерге жеткізуім керек деген мәселелер туындаса, әрине мен қарап болайын, сұрақтарыңызға жауап беремін. Бірақ мен жеке мына ерлі зайыптыларға мен өзім толық сұрақ қойып шығуым керек деп. Содан кейін бір 15 минуттан кейін қайтып шақырамын. Бірақ мен ойлаймын, бізде жаңа қысым болмау керек сияқты. Ол бір жыл шамасында әрине ол жап-жаңа түскен ешқандай аурулар жоқ болса, әрине ол бұрын қаралып жүрсе, бәрі жақсы болса, дұрыс емес деп ойлаймын. Бір жыл бұл қалыпты жағдай, мысалы, бір одан көп 3-5 жыл бойы балалы болмай жүрген, бірақ балалы болғысы келетін жұптар үшін ол бір сынақ деуге болады, қарым-қатынастарының сынағы. Қаншалықты, және осы жағдайда олар бір-біріне қалай қолдау керек, қарым-қатынастарын қалай сақтау керек, немесе ер адам, мысалы, қысым жағдай ғой, мысалы, қысым келгенде, мысалы, әйеліне қысымды жасамау деген сияқты мәселе ғой. Ол мысалы біз кейде қаншалықты түсіністікпен қабылдау керек. Қабылдау кезінде кез келген пациент болсын, әйелі, келіншегі болсын, ер адам болсын, қобалжиды. Әрине дәрігерге келеді, ол кісі Астана біз қаласында, Нұр-Сұлтан қаласында отырғаннан кейін түкпір-түкпірінен келеді Қазақстанның. Сондықтан біз ол кісілердің, мен жекемен өзім барынша оларды ыңғайлы, жақсы, бір сенім, толық сенімде отырған қалаймын. Бізде ер адамдар бірінші приемға келеді, кейбір келесі приемдарға, мысалы, қолдары тимейді, жұмыс бабымен сияқты. Сол кезде мен айтам, эко кезінде мәселесін айтатын кезде жолдасыңызға келсінші деймін. Себебі ол кісілер барлығын тыңдау керек. Қалай процесс өтеді, себебі әйелі дұрыс жеткізе алмауы мүмкін. Сондықтан да күйеуі келген кезде, екеуі отырған кезде мен айтқанын жалпы қалаймын. Себебі барлық түсіну керек. Және де әйел адамда, мысалы, бір айда қанша ұрық алдық, оның ұрықтар бәрі сапалы бола бермейді. Мысалы, 1-2 жақсы эмбрионын бізде алу мақсатымыз. Әрине артылып жатса ол жақсы, себебі бізде мүмкіндіктеріміз жоғары болады. Сондай мәселелерді ер адам бәрін тыңдау керек, түсіну керек. Бізде кейде болады, мысалы, біріншісінен әрине көтерсе, бәріміз қуаныштымыз. Кез келген дәрігер репродуктолог, осы экстракорпоралды ұрықтандырумен айналысатын кез келген репродуктолог келген пациенттеріне болсыншы дейді. Ол бір жағынан өзіңе абырой, бір жағынан көмектесесің, барынша салынасың. Осы жүктілік болса екен деп, біріншісінен болса екен деп барынша салынасың, бірақ кейбір жағдайда болмай қалады. Ал болмай қалған жағдайда әркім әртүрлі қабылдайды. Мысалы, әйел адам барлық сол процесс түсініп жүрген кезде де біле тұра, мысалы, әртүрлі психологиялық, енді әр адам психологиясы әртүрлі ғой. Сондықтан бір кісілер жарайды, мен басқа артынан сөйлесейік дейді, немесе сол жерде барынша эмоциясын шығарып, кішкене барынша айтып алады, кішкене мен айтам, айтыңыз, шығарыңыз ішіне, жылағыңыз келе ма, жылаңыз деп алам. Сонда өзі кішкене жеңілденіп қалады маған. Енді әрине біз құдай емеспіз, бірақ барынша жақсы, ең мықты эмбрионның өзі жүктілік бермеуі мүмкін. Самыз ең жаңағы слабый эмбрионның өзі мықты жүктілік беріп, ұлын қызын туы мүмкін. Жасы үлкен, экоға дайындалып келе жатып, өздері көтеріп кеткен жағдайлары болады. Мысалы, дәрі беру арқылы, стимуляциялау арқылы, кейбір өздеріне елеп, психологиялық тұрғыда өздерін жібере ма, барлық жағдай. Іште ойлайтын шығар, әйтеуір осы экодан көтеремін ғой деген сияқты мәселелер туындаса, кейбір пациенттер өте сирек әрине, бірақ көтеріп кететін жағдайлар болады. Ер адам келіншегіндегі барлық процесті көру керек деп ойлаймын. Бұл жерде ер адам ұрығын тапсырды, анализ тапсырды, болды, ол кісіге аса үлкен жүк түспейді. Барлық жүкті мысалы келіншегінде көреді. Себебі ол кісіден пункция болады, пункция фолликулов дейді, яғни фолликулдарды алған кезде ол арнайы наркоз беріледі, 10-15 минут ұйықтайды. Мысалы, ол көбірек ұрық болған кезде ол кішкене ауырлау болуы мүмкін, әр әйел енді әртүрлі ғой. Біз барлық қолдап жүрген кезде және жолдасы болса мүлдем жеңіл қабылдайды. Жарайды, тағы да барамыз деген сияқты бірлесіп. Еркек әйелдің жағдайын түсінеді, қаншалықты оған оңай болмай жатқанын бұның бәрін. Иә, сол қасында болса, бәрінде жақсы несейді. Қазір енді ойлаймын, бұрын
көбіне әйел адамдар өздерін кінәлап, ой, әйелден деп бұрын, мысалы, бұдан 10-15 жылдар бойы көбіне әйелдер приемға келетін жалғыз. Ал қазір ер азаматтарда өте мықты, қазір бәрі келеді, тексеріледі, зерттеуден өтпегенін өтеді, бәрін айтамыз, түсіндіреміз, ешқандай да бұл ұяттығы жоқ. Сондықтан қасында жүрген кезде әйел адамдарына психологиялық тұрғыда біз былай айтқанымыз бөлек, қасындағы ер азаматтың айтқаны ол бөлек, қолдауы. Сондықтан ойлаймын, жалпы енді бала мәселесі ол екі адамға қажет қой. Және дәрігер үшінші болып қосыламыз, біз айтамыз, бұл общий проблема, біз қазір істейтініміз. Сондықтан күресеміз, алға басамыз деп. Ұзаққа созбасыншы деп деймін көбіне. Ал оны мәселен туындады ма шешу керек. Тексерілу керек, белгілі бір қадамдар жасау керек. Жасау керек, иә. Ең бастысы бұл жағдайда мысалы ерлі-зайыптылардың бір-бірін қолдауы және жақсы нәтижеге сенуі. Сізді мазалайтын кез келген сұрақты пікірге жазып, маманнан дұрыс әрі толыққанды жауап ала аласыз. Ер денсаулығы жобасы сіздер үшін пайдалы әрі маңызды екеніне сенеміз. Сіздерден кері байланыс күтеміз. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар және де пікір қалдырыңыздар.